Екі сұрағым бар аға. Бұл дүние шектеулі екенін білесіз ғой. Иә. Біріншісі, осы айтқан әңгімеңізді, осы уақытқа шейін жасаған әңгімеңізді біз білмей қалар едік қой. Егер де сізді уақытында баяғы 4-5 жасыңызда ма, 3-4 жасыңызда ма қасқыр жеп қойғанда. Тағдыр жақтырған шығар. Шешеңіздің сол қылығын есіңізге жиі аласыз ба? Ол қасірет қой. Қасіретті көзбен көрместік. Көз байланып қалған кезде кеш болып. Көз жанып тұр. Шешем айқайлап тұр. Қызы қолында үлкен таяғы. Сол таяқтан аналар жасқанды. Кейін әйел екенін білген екен, топырақ шыша бастады. Мен қорыққаннан шешемнің көйлегінің ішіне кіріп кеттім. Етегіне? Етегіне. Айқайлап жатыр. Бір уақытта мені көтеріп ала жөнелді. Сөйтсем ана қызды лақтырып өткенде, анал таласып жатқанда мені ала ашқан. Сөйтіп аман қаққымыз екеумізде. Болмаса үшеумізде жем боламыз. Ол кезде қасқырдың жейтіні жоқ. Мал біткен, адам жейтінге шыққан. Үшеумізді де жайратады. Тағдырдың әйтеуір бір кілтипаны болды. Содан қап кеттік. Содан кейін шешем 46 жылға қайтыс болды. Мен 15-тен 16-ға енді қараған кезім еді. Соғыстан кейін ашаршылық болды. Мына қазақтың ағайынкершілігі жақсы ғой. Bir ағайдың үйінен кейін бір ағайынға жүресің. Балалармен ішіп жеп жатасың әйтеуір. Сондай бастан өткен. Ал енді сіз